Анғам сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барлық мадақ көк пен жерді жаратқан, қараңғылық пен жарықты жасаған Аллаға тән. Кәпір болғандар сонда да Раббыларына серік қосады. Алла сендерді, аталарың адамды балшықтан жаратты. Одан соң өлшемді өмір мезгілдеріңді белгіледі. Тағы бір мезгілдерің, қиямет мезгілдерің де оның қасында белгіленеді. Ал сендер сонда да өлген соң тірілуге шүбәланасыңдар. Аспанда да, жерде де құлшылық қылынуға тиісті тек сол Алла ғана. Ол сендердің көмескілеріңді де, көрнеулеріңді де, және жақсы жаман істеріңді де біліп тұрады. Олар күффарлар. Раббыларынан қандай бір аят келсе, одан мүлде бас тартады. Өздеріне ақиқат Құран келіп еді, олар оны да жалғанға шығарды. Олар мазақ еткен нәрсенің жаза хабары ұзамай-ақ өздеріне келеді. Олардан бұрынғы қауымдарың қаншасын жойғанымызды олар көрмеді ме? Жер жүзінде сендерге сыйламаған нәрселерді оларға сыйлаған едік. Олар үшін көктен мол жаңбыр жауып, аяғы астынан өзендер ағызып қойған едік. Кейін күнә жасағандықтары үшін оларды ойрандап жібердік те, орнына басқа бір нәсілді жараттық. Ей Мұхаммед, біз саған олар талап еткендей қағазға жазылған бір кітапты түсірсек, олар қолмен ұстап көрсе де, оны сөзсіз көпе көрнеу сиқыр дер еді. Олар оған Мұхаммедке неге бір періште түсірілмейді дейді. Егер оған періште түсірсек, іс бітеді. Сосын оларға көз де аштырылмас еді. Біз пайғамбарды періштеден жіберсек, оны адам бейнесінде жіберер едік те, оларды тіпті шүбәландырар едік. Сенен бұрынғы пайғамбарлар да мазаққа тап болған еді де. Мазақтаушылардың мазағы өз бастарына көрінді. Ей Мұхаммед, жер жүзін кезіп, пайғамбарды өтірікке ұйғарушылардың соңының қандай болғанын көріңдер де. Көк пен жердегі күллі болмыс кімдікі? Алланыкі деп айт. Ол мархабат етуді өз үддесіне алған, шек шүбәсіз болатын қиямет күнінде сендерді әрине дәрхағына жинайды. Алайда өзіне өзі зиян келтіргендер иман етпейді. Күндіз де, түнде де бар болған заттардың баршасы Алланыкі. Алла барлығын естуші, білуші. Көк пен жерді жоқтан бар қылып жаратқан, ризық беретін, өзі ризыққа беймұқтаж Алладан басқаны дос тұтайын ба деп айт. Мен Аллаға бойсынушылардың ең алғашқысы болуға бұйырылдым де. Әрі әсте ортақ қосушылардан болма. Ей Мұхаммед, егер Раббыма қарсы келсем, расында ұлы күннің азабынан қорқамын де. Сол күні кім азаптан құтқарылса, Алланың оған сөзсіз рахым еткені. Нағыз жеңіс міне осы. Егер Алла саған бір қасірет төндірсе, оны Алладан басқа ешбір айықтырушы жоқ. Егер Алла саған бір жақсылық жіберсе, оны да өзінен басқа ешкім тоса алмайды. Өйткені барлық нәрсеге Алланың құдіреті жетеді. Алла пенделерін әмірінде ұстап тұрушы. Ол хикметпен іс істеуші, барлығынан хабар алып тұрушы. Мұхаммед, менің пайғамбарлығымның растығына ең үлкен куә болатын нәрсе не? Деп айт. Менімен сендердің араларыңда Алла куә. Бұл Құран сендерге және Құран жеткізілген адамдарға
ескерту беруім үшін маған уахи етілді. Ей мүшриктер, сендер Аллаға тең келетін басқа да құдайлардың барлығына айғақ бола аласыңдар ма? де. Мен айғақ бола алмаймын деп айт. Ол бір ғана Құдай. Мен сендердің Аллаға қосқан ортақтарыңнан аулақпын де. Біз кітап бергендер, яһудилер мен насаралар оны Мұхаммедті өздерінің ұлдарын танығандай таниды. Өзіне өзі зиян еткендер Мұхаммедтің пайғамбарлығына сенбейді. Аллаға жалғаннан жала жапқан, Алланың аяттарын өтірікке санағандардан өткен залым бар ма? Ол залымдарға бәрібір құтылу жоқ. Қиямет күні біз олардың барлығын есеп алуға жинаймыз. Одан соң Аллаға серік қосқандарға Аллаға серік қып қосқан нәрселерің қайда дейміз. Одан соң олар көлгірсіп, Раббымыз Аллаға серт, біз серік қоспаған едік дейді. Олардың өздері жөнінен нендей өтірік айтқанын қарашы. Олардың ойдан жасаған Аллаға теңеген пұттары өздерінен безді. Ей Мұхаммед, олардың ішінде саған құлақ асатындары да бар. Бірақ Құранды түсінбесін деп, олардың көңіл көзін бітеп, құлағын тығындап қойдық. Олар барлық мұғжизаларды көрсе де сенбейді. Тіпті кәпірлер алдыңа келіп сенімен айтысқанда да, бұл ең бағзы замандағылардан қалған аңыз дейді. Олар адамдарды Құраннан шектейді, өздері де одан аулақ қашады. Сөйтіп, олар өздерін өздері ойрандайды, оны өздері де сезбейді. Егер олардың тозақта тұрғызылған кездегі сұрқын көрсең, әттеген-ай, дүниеге қайта қайтарылсақшы. Сонда Раббымыздың аяттарын өтірікке санамай, оған сеніп, иланушылардан болар едік, дейді олар. Олай емес. Олардың бұрынғы жасырғандары, жүрек сырлары әшкереленді. Олар бұл дүниеге қайтарылса да, тыйым салынған істерді бәрібір істей береді. Өйткені олар барып тұрған өтірікшілер. Олар тіршілігіміз осы дүниеде ғана, өлген соң қайта тірілмейміз дейді. Олардың Раббыларының алдында тұрғызылған кездегі сұрқын көрсең, Алла оларға бұл өлгеннен соң тірілу рас емес пе екен дейді. Алла оларға қарсы болғандықтарының сазайын тартыңдар дейді. Аллаға жолығуды өтірік дегендер шынында зиян тартты. Қиямет күні тұтқиыл келгенде олар әттеген-ай, дүниеде қаперсіз өткенімізге өкінеміз дейді. Олар күнәларын арқаларына көтереді. Олардың көтергендері неткен жаман. Дүние тіршілігі әншейін, алданыш, ойын ғана. Тақуаларға әрине о дүние абзал, түсінбейсіңдер ме? Олардың сөзі сені қамықтыратынын біз әбден білеміз. Олар сені өтірікке санамады, пайғамбар екендігіңді іштей біледі, бірақ тоң мойындықпен қасарысады. Залымдар Алланың аяттарын мойындамайды. Сенен ілгергі пайғамбарлар да өтірікке саналған еді, бірақ олар өтірікке саналғанына тартқан жәбіріне өздеріне біздің жәрдеміміз келгенге дейін шыдады. Алланың кәләмін ешкімде өзгерте алмайды. Расында саған да пайғамбарлардың хабарынан бір бөлігі келді. Олардың сырт беруі саған ауыр сезілсе, онда сен де жер астына кіруге, жол, аспанға шығуға саты тауып, бір керемет көрсете алсаң, келтіріп көр. Әйтпесе сабыр қыл. Егер Алла қаласа, оларды дұрыс жолға жинар еді. Сен әсте Алланың хикметін түсінбейтіндерден болма.
Шынайы құлақ салатындар үндеуіңді қабылдайды. Сөзіңе құлақ салмайтындар өлімен тең. Өлілерді Алла қайта тірілтеді. Одан соң олар Алланың алдына қайтарылады. Олар Мекке кәпірлері, Раббыңнан неге бір мұғжиза түсірілмейді дейді. Сен оларға мұғжиза түсіруге Алланың күш-құдіреті жетеді деп айт. Бірақ олардың көбі білмейді. Жер жүзіндегі ұшқан құс, жүгірген аңның баршасы өздерің құсаған үмбеттер. Алла жаратқан мақлұқат. Лаухул махфузада еш нәрсені қалдырмадық. Толық жаздық. Кейін олардың бәрі де Алланың алдына жиналады. Аяттарымызды өтірікке шығарушылар саңырау, ақиқатты естімейді, мылқау, ақиқатты сөйлемейді. Олар тас түнекте қалғандар. Алла қалаған адамын адастырады, қалаған адамын оңдайды. Ей Мұхаммед, оларға былай де, шыншыл болсаңдар, айтыңдаршы, сендерге Алланың жазасы немесе қиямет уақыты келсе, Алладан басқаға жалбарынасыңдар ма? Әрине, Аллаға жалбарынасыңдар. Сендер айығуын тілеген бәлені ол қаласа айықтырады. Сендер Аллаға ширк қосқан нәрселерді ұмытасыңдар. Ей Мұхаммед, шынында сенен бұрынғы үмметтерге бір талай пайғамбарлар жібердік. Олар пайғамбарларды мойындамады. Жалбарынсын деп оларды жоқшылық, таршылықтар арқылы жазаладық. Олар бізден жаза түскен кезде неге жалбарынбады? Ал олардың жүрегі қатып қалған. Шайтан олардың қылықтарын өздеріне ұнамды етіп көрсетті. Олар өздеріне берілген насихатты ұмытқан кезде оларға сынау үшін барлық нәрсенің есігін ашып бердік. Өздеріне берілген молшылықта масаттанып, масайраған кезінде оларды кенеттен жазаладық. Олар қасіретте қалды. Зұлымдық істеген қауымның түп тамыры құртылды. Барлық мақтау барша әлемнің Раббысы Аллаға тән. Ей Мұхаммед, оларға егер Алла сендердің құлақтарыңды естімес, көздеріңді көрмес қылып, жүректеріңді бітеп тастаса, сол сезім мүшелеріңді Алладан басқа қандай құдайдың қалпына келтіре алатынын айтыңдаршы деп айт. Қараңдаршы, аяттарымызды қалай баяндайды екенбіз. Бірақ олар сол аяттардан теріс айналды. Ей Мұхаммед, оларға сендерге Алланың жазасы тұтқиылдан немесе ашықтан ашық келе қалса, залым қауым қырылмай кім қырылады де. Біз пайғамбарды сауаппен қуандырушы, азаппен қорқытушы ретінде жібереміз. Иман келтіріп жақсылық іспен шұғылданғандарға қорқыныш та, қам қайғы да жоқ. Аяттарымызды өтірікке бағалағандар қиғаштық істегендігінің жазасын тартады. Ей Мұхаммед, оларға сендерге өзімде Алланың қазынасы бар демеймін, мен ғайыпты білемін де демеймін. Өзімді періштемін деп те айтпаймын. Мен тек Алланың маған жіберген уахиына ғана бойсынамын деп айт. Көзсіз бен көзді тең бе? Раббыларының алдына жиналудан қорқатындардың сақтанулары үшін оларға Құран арқылы ескерту бер. Оларға Алладан басқа дос та, шапағатшы да жоқ. Алланың ризалығын тілеп ертелі кеш олар Раббыларына құлшылық ететіндерді қасыңнан қуалама. Олардың есебінен саған еш нәрсе келмейді. Сенің есебіңнен оларға да еш нәрсе келмейді. Біріңе бола, бірің жауапқа тартылмайсыңдар. Оларды қуып жіберсең, залымдар қатарына кіресің. Алланың жақсылығына
бөлеген арамыздағы адамдары осылар ма? Десін деп, оларды осылайша бір-бірімен сынадық. Кедей-кепшік әлсіздерге иман келтіртіп, ауқаттыларды, шонжарларды сынадық. Алла шүкір қылушыларды жақсы біледі, емес пе? Аяттарымызға иланғандар сенің қасыңа келген кезде сендерге есендік болсын. Раббыларың пенделеріне рахым қылуды өз үддесіне алды. Сендерден кімде-кім білместікпен бірер жамандық істеп қойып, одан кейін тәубе қылып түзелсе, Алла расында оны кешіреді, есіркейді деп айт. Күнәһарлардың жолы айқын болу үшін аяттарымызды осылайша жеке-жеке баяндаймыз. Ей Мұхаммед, оларға мен сендердің Алланы қайырып қойып, табынғандарыңа сыйынудан тыйылдым де. Сендердің зауқ нәпсілеріңе бойырмаймын. Егер оған бойырсам, адасып, оң жол таппаған боламын деп айт. Мен сөзсіз Алладан келген айқын дәлелге Құранға негізделемін. Ал сендер оны өтірікке шығардыңдар. Сендер тезірек келсе екен деп тілеген азап менің ырқымда емес. Күллі үкім Аллада. Алланың үкімі хақ. Ол ең әділ үкімгер деп айт. Оларға айт, сендер тезірек келсе екен деп тілеген азап менің қолымнан келер болса, онда сендермен арамыздағы іс сөзсіз шешімін тапқан болар еді. Сендерді жоқ қылар едім де. Алла залымдарды жақсы біледі. Ғайып қазынасының кілті Аллада. Оны Алланың өзі ғана біледі. Құрлықтағы теңіздегі нәрселердің барлығын Алла біледі. Төгілген жапырақтың Алла білмейтін бірде-бірі жоқ. Қараңғы жер астына көміліп қалған бір тал дәнек болсын, қураған немесе жас өсімдік болсын, барлығы да кітапта, ләухул махфузада жазулы. Алла сендерді түнде өлі халге айналдырады, ұйықтатады, ал күндізгі істеріңді біліп тұрады. Одан соң белгіленген шекті уақытқа дейін жасасын деп, күндіз сендерді оятады. Одан соң ол сендерге істеген істеріңді айтып береді. Ол Алла пенделерін әмірін жүргізуші, сендерге қорғаушы періштелер жібереді. Ол сендердің біріңе ажал жетсе, жіберген періштеміз оның жанын алады. Алланың әмірін бұлжытпай орындайды. Бұдан кейін пенделер хақ ие Алланың алдына апарылады. Анығында үкім тек Алланың ғана ісі. Оның есеп алуы өте тез. Ей Мұхаммед, егер бізді құрлық пен теңіздің қараңғылықтарынан құтқарсаң, сөзсіз шүкір қылар едік деп Аллаға жасырын жалбарынып тілек етесіңдер. Осындай қараңғылықтардан сендерді кім құтқара алады деп айт. Ол қараңғылықтар мен бейнеттерден сендерді Алла құтқарады. Одан кейін сендер тағы да Аллаға серік қосасыңдар деп айт. Ей Мұхаммед, оларға Алла сендердің төбелеріңнен тас, құс, бақа, шегіртке сияқты және аяқтарыңның астынан топан су, зілзала сияқты апаттарды жіберуге, яки сендерді топтарға бөліп, біріңді біріңе салу арқылы сазайларыңды тартқызуға құдіреті жетеді де. Олар түсінсін деп аяттарымызды қалай баяндағанымызды көрші. Құран ақиқат болып тұрса да, оны қауымың жоққа шығарды. Сен оларға, мен сендерге қорғаушы емеспін де. Алдын ала берілген әрбір хабардың іске асатын уақыты бар. Көп өтпей білесіңдер.